Бисмилля. Адамзатты қараңғылықтан нұрға шығаратын ең ұлы нығмет иман нығметі. Иман дегеніміз Алла Тағалаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, ақырет күнге, жақсылық пен жамандық бір Құдайдан екендігіне тағдырға иман келтіру дініміздің негізгі шарты. Баршамыздың да білетін пайғамбарымыздың Жәбірил хадисында осы 6 шартты бізге тізіп береді. Ардақты пайғамбарымыз өзінің басқа бір хадисінде иманның 70-тен көп тармағы бар. Оның ең ұлысы ля иляха иллаллах дейтін болса, ал төменгісі жолдағы адамға зиян беретін тасты алып тастау, ұят та иманнан дейді. Қарап отырсаңыз, иман дегеніміз тек қана Алла Тағалаға, пайғамбарларға, періштелерге сеніп қою ғана емес, бұл маңыздысы осы. Сонымен қатар адамдарға, өзге кісілерге жақсы болу, өзгемен жақсы қарым-қатынаста болу, тіпті бір мұсылманға басына келетін зиянын алып тастаудың өзі иманнан деп тұр. Дәрежесі төмен болуы мүмкін, бірақ бұның өзі дініміз имандықтың белгісі деп санаған. Сонымен қатар біз әрдайымда иманды адамның белгілерінің бірі ізгі амал жасайды деп айттық. Намаз болсын, ораза ұстау болсын, бұнымен шектеліп қалмау керек. Кейде тек намаз оқысам болды, ораза ұстасам болды деп айтамыз. Бірақ көршіге жақсы болу, дұрыс мәміле жасау, ата-анаға қамқор болу, ұятта болу, бұның барлығы имандылықтың негізгі белгілері екен. Пайғамбарымыз тағы бір хадисінде кімде-кім Алла Тағалаға және ақырет күніне иман келтірсе, көршімен жақсы болсын дейді. Кімде-кім Алла Тағалаға және ақыретке иман келтірсе, қонағын дұрыс күтсін. Және де кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, дұрыс сөз сөйлесін, немесе үндемесін дейді. Біз иман негізгі шарттары Алла Тағалаға, періштелерге, пайғамбарларға, ақырет күніне иман келтіру, тағдырға иман келтіру, негізгі қағидаларымыз осы. Сонымен қатар бірақ қарап отырсаңыз, көршіге жақсы болу, қонақты дұрыстап күту, дұрыс сөз сөйлеу, өтіріктен, боқ сөзден, басқа жаман сөзден аулақ болу, бұның барлығы иманның 71 тармағының ішіне кіреді екен. Имам Матурidi иман дегеніміз жүрекке бекіген сенім дейді. Сол сенім адамды ізгі амалға итермелейді дейді. Егер ол жүрекке бекіген сенім адамды ізгі амалға итермелемесе, онда оның әлсіздігінің белгісі дейді. Сондықтан әрдайым жақсылыққа құштар болып, жамандықтан аулақ болып, қандай мәселе болмасын сабырлы болып, ізгілікке жарымыз құштар болатын болса, оның рухани жағынан иман байлығында жоғары екендігінің көрінісі. Алла Тағала баршамыздың иманымызды берік қылсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.